Қарақалпақстан медицина институты клиникасы тарапынан халыққа сапалы медициналық қызмет көрсету, әмелият пенен ілім пәннің өзара интеграциясын тәмінлеу, медицина тарауындағы алдыңғы жетіскерлік һәм инновацияларды емлеу, диагноз қою процесіне енгізу бойынша әмелге асырылып отырған лажылар хақында Қарақалпақстан медицина институты ректорының есебі туралы мәселеге өтеміз. Бұл мәселе бойынша сөз Қарақалпақстан медицина институты ректоры Орал Атаниязоваға беріледі. Мархамат. Салам алейкум. Аман Батлебач, құрметті депутатлар һәм сессия қатынасушылары. Мемлекетімізде медицина тарауына көріліп отырған реформа, кең түрлі реформалар, президент тараптан беріп отырған сонша этибарлар, соның арқасында міне мемлекетімізде халқымызда үлкен өзгерістер болып жатыр. Соның айқын бір көрсеткіші, бір мысалы Қарақалпақстан медицина институтының клиникасында көріп тұрсақ болады. Соны сізге көрсетпекшімін. Құрметті депутатлар, клиника құрылысы құрметті президентіміздің 2017 жылы 21 январ күні Қарақалпақстан Республикасына болған сапарының уақытында бірінші тасы қойылып, сол клиниканың құрылысы басталып еді. Һәм сол жылы 22 май күні Өзбекстан Республикасы президентінің номерлі 49-47 клиникаға арнаулы қарары шықты. Клиниканың мақсаты Арал теңізі экологиялық кризисінің кері тәсірінен жәбір көрген, тума рауажлануын аномалиялы болған балалар һәм өспірімдерге жоғары медициналық жәрдем көрсету һәм Қарақалпақстан Республикасына сапалы медицина кадрлары даярлаудан ібарат. Енді бұл университет клиникасы деп аталады. Мен бір сөзбенен Батлебач университет клиникасы немен ажыралады дегенде, мемлекетімізде Өзбекстанда бүгін күнде дүние жүзі бойынша ілми зерттеу орайлары бар. Олар ілми зерттеу жұмысын алып барады. Одан кейін көп тармақлы больницалар бар. Олар халыққа қызмет етеді. Одан кейін милли орайлар болады. Мәселен, педиатрия милли орайы бар. Олар да қызмет етеді. Бірақ олардың ішінде оқу процесі жоқ. Ілми жұмыс алып бару мүмкін, бірақ стандартный оқу процесі студенттер, магистрлар оларға қонақ ретінде барып, өзінің орны болмаған үшін дүние жүзі бойынша университет клиникалары рауажланып, һәм бұл жерде магистрлар, ординаторлар, студенттер, докторантлар, врачлар, білім асыруға келген курсантлар жұмыс істеп, сол себеплі дүние жүзі бойынша университет клиникалар ең жоғары дәрежеде рауажланған болып, сапалы болып есептелінеді. Міне осы клиникамызда айтқандай оқу ісі жұмыстары алып барылады, емлеу диагностика ісілері, ілми іздеу жұмыстары, инновацион продукция шығару процесслері, шпакерлерді қанегерден асырылу бойынша, міне бүгінде 37 тарау бойынша, узкий специалист бойынша, һәм врачтарды қанегерден асыруға мүмкіншілікке иеміз. Халықаралық байланыстарды рауажландыру бойынша, һәм жетекші университет клиникаларымен қоспа дәстүрлерді рауажландыру бойынша мақсат қылып қойғанбыз. Міне клиникамызда бүгінгі күнде поликлиника һәм 120 койкаға ие стационар бар. Осы стационардың ішінде төменгі бөлімдері бар. Бұлардың бар инновацион бөлімдер деп айтсақ болады. Себебі мәселен бас һәм мойын хирургия деген бөлім, бұның аты басқа жерде ешерде жоқ, тек біздің Қарақалпақстанда бар. Бұлай қарағанда Орта Азия бойынша мини-инвазив хирургия бөлімі, ортопедик травматология бөлімі, балалар кардиохирургия бөлімі, балалар онкологиясы һәм онкогематология бөлімі, анестезиология һәм реанимация бөлімі. Енді клиниканың іскерлігіне келсек, клиника сентябрь айында 21 жылы құрылыс жұмыстары тапсырылған болса, емлеу жұмыстары 2022 жылы март айынан басталып, бірінші операциялар істеп басталды. Енді бұл жерде демек біздің дәуіріміз 1 жыл 4 ай болды. Клиниканың құрылысына бұл жоғары дәрежедегі клиника болған, мемлекет тараптан жүдә көп мабылақ ажыратылды. Клиниканың құрылысына 87 миллиард сом ажыратылды. Һәм медицина аспап үскөнелер үшін 3,5 миллион долларлық соны сумманы құрайды. Енді бүгінгі күнде бұл клиника Қарақалпақстандағы ең заманауи, жоғары дәрежедегі клиника болып есептелінеді. Һәм ең заманауи емлеу һәм лаборатория үскөнелермен тәмінленген, толық тәмінленген. Клиника Қарақалпақстан медицина институтының рауажлану үшін үлкен бір платформа болды. Бұл жерде емлеу процесі, білімлендіру, ілім, жоғары технология, халықара қамқорлық, бұның хамес интеграция ұсылымен рауажланып қалыптасып келмекте. Ілми білімлендіру іскерлігін һәм емлеу диагностика жұмыстарының байланысын тәмінлеу үшін клиниканың ішінде соның бөлімлерінде бір қатар кафедралар жайласқан. Педиатрия кафедрасы, балалар хирургия кафедрасы, лор, офтальмология қанегелері сол клиниканың ішінде жұмыс алып барып жатыр. Студенттер соның ішінде білім алады. Сондай-ақ барлық кафедралар клиникаға біріктірілген, кафедра қызметкерлері консультация өткереді, һәм клиникада науқастарды қабыл етеді. Әрбір бөлімде науқастарды профессор, доцент, ассистент көріктері жолға қойылған.
Сонымен бірге қызметкерлер, докторанттар, магистрлар һәм талабалар үшін клиникада орайлық ілми зерттеу лабораториясы ЦИНИЛ деп айтылады, былайша қарағанда шүркімлетілген. Институтта клиника базасында балалардың гидроцефалия кеселдігі, балалар минимал инвазив операциялар эффектілері үйрену бойынша міне сондай ілми жойбарлар алып барылып жатырды. Сондай-ақ өспірім қызлардың репродуктив саламатлығын үйрену бойынша үлкен ілми дәстүр алып барылмақта. Бұл проект инновацион министрлігіне конкурстан өтіп, осы күндері міне шегі әптеден 2,5 миллиард сом ажыратып берілді бұл проектке. Проект 3 жыл давамында алып барылады. Жоғары дәрежедегі жетік конегелерді таярлау мақсатында клиника 18 қызметкері Россия, Белоруссия, Китай, Япония мемлекеттерінде конегелігін асырып келді. Клиниканың іскерлігіне келсек, осы күнге дейін бір айдан 18 жасқа дейін 10.758 балалар консультациядан өткерілді. Балаларды көртін өткеру үшін әртүрлі поликлиникада акциялар жүргізілді, сондай-ақ районларға шығып медициналық көліктерден өткерілді. Қазіргі күнде бас һәм мойын хирургия бөлімінде хирургик жолмен емленетұғын орайлы һәм периферив нерв системасында тума аномалиялар, тума прогрессив һәм окклюзион гидроцефалиялар, кранистенозлар, енді көп медицина термин айтпай қоян, демек бұл бас миын ішінде болған әртүрлі өсімдіктер, процесслар, аномалияларын бұның барын емдеуге мүмкіншілік бар, соны алып барылып жатырды. Балалар миы инвазив хирургия бөлімінде хаммен спектрдағы оператив емлеулер алып барылмақта. Яғни атап айтқанда тума, көкірек һәм қарын босық нұқсанлары, бөлімде ас сіңіру һәм сүдік жолларының аномалиялы, бұның бәрі сол мини инвазив ұсыларымен емлеу алып барылмақта. Операциялар істенбекте. Сондай-ақ балалар ортопедия бөлімінде, онкология бөлімдерінде тиесілі операциялар есеп барылмақта. Клиникамыздың әрбір бөлімі Ташкенттегі ілми орайлар менен тығыз байланыста, шет елден жетіліскен мемлекеттер университет клиникалар менен байланыста. Мен қазір мына бір программамды көтеріп едім, бұл ең басында беріп еді, как жойбар қылып, жол картасы қылып. Мен бүгін қарасаңыз, мен ортопедия бас мойын хирургия бөлімінде істейтұғын бізден өзімізден 4 қанеге бар, кандидат наук, доктор наукалар. Ташкенттен центр нейрохирургии профессор Гарят Муратович Кариев, ілмей зерттеу педиатрия институты Абдукайым профессор, ТМА клиникасының Мурат Мирахидович, зарубежный партнердан клиника Инха Кореядан профессор Парк Илли, Джемели клиникасы Италиядан Қанеге. Мне хамыз біріктірілген бірмеге. Малды инвазив хирургияға мне өзімізден Ташкентте Султанов Хашим Хидирович келіп бір жылдан бері істеп жатырды, қазір контрактын давам еттік. Өзімізден Сабиров Руслан Расназарович істеп жатырды, кандидат медициналық наук. Султанов Хашим Хидирович Кореяда оқыған. Жүда білімлі жоғары дәрежедегі қанеге специалист. Бұған мен ТМА-дан профессор Адуб Саматов біріктірілген, һәм Корея университеті Кореядан, Санкт-Петербург университетінен, һәм Германия Джазет арқалы қанегелер біріктірілген. Енді детская ортопедия бойынша Мадаминов Алишер істеп келді, Бабанов Абдукадыр кандидат наук өзімізде. Оның Ташкентте мне детская хирургия ортопедия институтының замдиректоры Алпыспаев Ходжамет Шайх-Исламович, өзі шымбайды жігіт екен, сол әр айда келіп операция севатыр профессор, бір группа уже шәкіртлері де бар. Бұл жерге Инха клиникасы профессор Ким бектілген. Олар келіп істеп жатырдан бесі. Детская онкология, онкогематология бөлімі жақында ғана ашылды. Соған қарамастан бұл жерде бүгінгі күнде Жантілеуова Айгүл, Эльмира Есімбекова, Абдумуратов Инаят, бұл онколог һәм екі гематолог істеп жатырды. Бұларға Ташкенттегі центр детской онкология и гематология біріктірілген. Мен бір қуанышлы хабарым бар, Алмат Любавич. Россиядан профессор Илья Валерьевич Елекомов деген онкогематолог біз жерге келіп 2 жыл істеуге таяр. Мне контакт жүзіп жатырмыз. Оның өзі Алтай университетінің қанегесі, сол жердегі Алтайдың главный гематологы екен. Костный мозгты операция қылатын ұсылыға ие екен. Сондай қанегелігі бар екен. Бұл клиниканың тағы бір қуанышқа бар, Алмат Любавич, бұл жерде
Сент Джуд хоспиталда, больницада Америкада Global Health Alliance деген екен. Global сеть сондай. Һәмме лейкоз, онкогематология балаларды олар бепыл емлеп, соған қосылдық, регистрациядан өттік. Мне кеше звонок етіп, біздің отделымыздан со Global Health Alliance-тың бір бөлігі болып еспланып атырыпты. Бұл үлкен, біздер үшін жүда үлкен имканият. Детская кардиохирургия бұл ең таза. Бұлардың көбісі мне детская онкология, ортопедия, малоинвазив хирургия, детский нейрохирургия, бұлардың кардиохирургия, бұлардың бәрі тарихта бірінші мәрте болып атырған таза тараулар, әсіресе детская кардиохирургия, себебі біздерде экологиялық тәсіріне байланысты 200-ге жақын врожденный порог сердца, томақ жүрек нұқсан балаларымыз бар, соларға операция қылу үлкен бас ауыру еді. Мне Амбет Львович, мен сізге үлкен рахмет айтпақшымын, сіздің сондай бір ітібарыңызбенен қазір міне кеше ғана біздер аппарат искусственного кровообращения алдық, келді, монтаж істеніп атырыпты. Жүда қуанышымыз, жүда высокая категория, жақсы оборудование. Мне жігіттер Үсен Тұршыбаевич келді, басқа жігіттер келіп бір ітібар бердіңіз, талчок болды, жақсы. Біздер соған жүда үлкен бір көзқараспен һәм шетелген етіп хабарласып атырыппыз. Бұл жерде Айымбетов Ислам деген кардиохирург баламыз бар, бірінші тайланып атырыпты. Туриев Мурат детский хирург алып барып атырыпты. Мне жақында ғана Ким Виталий Яковлевич олар Санкт-Петербургқа барып, айрықша перфузиология, гематология, со жүректі ашқанда қан тоқтамау үшін қандай таза ұсыларды үйреніп келді. Кеше жақында ғана барып келді. Бұл жерде біздерге тағы бір жақсы хабар, профессор Мухрин Санкт-Петербургтан жұмысты алып барып атырған жәрдем берген болса, кеше жақында ғана Америкадан профессор Новак Вильям келді. Бұл профессор жүда знаменитый кардиохирург детский. Ол қазір программа жүзіп, проект профессора Новак деген сайтта тұрыпты. Бір жыл давамында Пакистанға біздің клиникаға келіп, міне қазір 9 сентябрь күні 20 адам болып келатырыпты. Клиникада 20 күн операция істейді. Һәмме балада операцияны өткізіп, кадр таярлайды. Оның таклифы біздерге несі, ұсынысы, оралменде біздерде де бір күн келіп кетмейміз. Біздер бір жыл постоянно істеп тұрамыз дейді. 20 адам келеме, 18 кетеді, 2 қалады. Кейін тағы 20 келеді, 18. Сондай 4 кадр маған бер, мен шағып беремен дейді, и так далее. Соның үшін жүда жақсы хабар, біздер бұған таярлар көріп атырпыз. Бұл американо-узбекский форум болады, медицина соның уақытында интернеттан кетіп, онлайн тәржімде болады үлкен программа. Енді бүгінгі күнде бұл кадрлар бойынша айтсақ, міне біздің институтты біткерген қанегелер Пирогов университетіне 10 қанеге бұл 2 жыл болды кіріп, соның 4-еуі биыл біткеріп келеді. Сонымен центр кардиохирургия да қазір 4 қанеге білім алып атырыпты, магистратурада, оларам қайтып келеді, нөкістің жігітлері. Хам Санкт-Петербург педиатрия университетінде 5 қанеге білім алып атырыпты. Демек бұл жерде 20-ға жақын 19 бала, оның біреуі еще Америкада білім алып атырыпты, біреуі Казанда. 21 қанеге шетелде біздің білгеніміз постоянно контакттамыз, олар білім алып, қайтып келу ниеті бар, һәм жоғары категорияда қанегелер күтілмекте. Бұған әлбетте мне Өзбекстан денсаулық министрлігі, жоғары кеңес, совмен Өзбекстан посольствосы һәм жердегі, жақында посолларам келіп, оларам жәрдемін көрсетіп атырды. Һәм Америкада посольствомызға елшілерімізге үлкен рахмет айтамыз. Енді бүгін күнде Мне 678 операция сенген, соның 48-50% жоғары технологиялық операциялар. Бұл барлық операциялар жүда жақсы дәрежеде өтті. Балаларымыз аман сау, Құдайға шүкір. Енді клиниканың іскерлігін рауажландыруда милли педиатрия орайы, мне айтқандай һәме ораларға мен үлкен рахмет айтамын. Олардың бәрі келіп, Вахтин Неметовпен жәрдем көріп, біргелікте біздің кадрлар тайлап, операциялар, консультациялар істеп атырыпты. Енді балалар кардиохирургиясы бөлімін айттым. Мне бірінші мәртебе былтыр Самарқандтағы қазір милли орайдың директоры Мақсуд Арифович, олар Самарқандта кардиохирургия шақси клиниканың директоры еді. Өзі шақси келіп, айық аппаратын әкеліп 18 балаларға ашық жүрек операциясын істеп. Мне бүгін ол сол кардиохирургия балалар орайының директоры болды. Солармен үлкен программа жүріп, америкалық нелеріне біргелікті алып барамыз. Мне акциялар. Құрметті президентіміздің 2023 жыл инсанға ітібар сапалы білімдендіру жылы деген аталған жылын қолап қуатлап, біздер Қалпастан медицина институты үлкен балаларға ітібар деген акция өткерілді. Бір айдан 5 жасқа дейін балаларды көрдік. Бұл 15 күннің давамында 2347 науқас балалар келіп көрілді. Бұларға
500-ден астамы клиникаға жатқарылды, һәм олардың 42-сіне жоғары технологиялық операциялар істелді. Бұл жоғары қалғаны обычный операция қалғанларының бәрі. Енді бұл жерде міне бұндай өткерген акциялар, мәселен, президенттің қарар 310 қарарда қатынасып жатырмыз. Енді тағы бір нәрсе айтып өтіп келгім келіп тұрыпты, бұл халықаралық бірге іздесу. Қазіргі күнде Россия, Корея, Германия, Япония, Австрия, Хындыстан сияқты мемлекеттілердегі жетекші университет клиникаларымен біздерде шарттамалар түзілген. Клиникалар Россия, Германия, Швециялардан келіп хирурглар операция істеді. Клиникамызда жүдә олар осындай туылған шаратларға хайран қалып тұрыпты. Как это так? Швейцарияның хирургы январь айында келіп еді. Сөйтіп хайран қалды, сіздерде так тепло, хорошо. Біздерде Швецияда операционада 7+7 градус. Мы не можем оперировать дейді. Сізді қандай жақсы деп, жүдә үлкен неменен қайта-қайта келгім келеді деп, шартнама түзіп қойыппыз, істейді. Енді Санкт-Петербургтан мемлекеттік педиатрия университетінен 2021-2022 жылдары 9 қанекелені барады, бір топар бригада менен Нүкіс, Қожері, Қанлыкөл районларда балаларды көріп, жүрек нұқсан патологияларын бәрін тізімге алып қойыпты, һәм жұмыстар сепарылмапты. Құрметті депутаттар, президентіміз бірінші күннен осы клиника салынғанда тапсырма беріп еді. Бұл клиника Россияның филиалы болсын, я қоспа клиника болсын деген. Мен соның сондай тапсырманы орындау нәтижесінде Өзбекстан Республикасы денсаулық министрлігінің 2023 жылы 8 май күні 103 қарары бұйрығымен Қарапастан медицина институтының клиникасы Санкт-Петербург мемлекеттік педиатрия университетінің клиникасының қоспа болсын деген қарар келді. Міне осы қоспаны орындауда біздер әзір осы клиниканың, қоспа клиниканың низамын, структурасын тасдиқлатып Ташкентте Россияға министріне жібердік. Һәм осы клиника бойынша жұмыс алып барып жатып, енді бұл жерде демек бұл клиниканың документациясы халықаралық дәрежеде болады, единый стандартпенен. Һәм бұл жерде 10% қанегелеріміз Россиядан келіп жұмыс істейді. Міне бұның бірінші қанегесі келіп істемекші гемотрансфузиолог, онкогематолог келіп істейді, Юрий Валерьевич һәм үлкен жұмыстар назерде тұтылған. Қоспа университеттің клиникасының перспективаларын алып айтқанда, міне біздер 2019 жылы Японияға JICA фондына жойбары ұсынып едік. Бұл жойбар һәмме этаптан өтіп, 7,3 миллион доллар қиматында. Міне 2023 жылы май айында Японияға тендерға қатынасып, сояқтан ұтып, жеңіп шықтық. Һәм бұл міне соның ішінде медицина үскөнелері, лаборатория, симуляцион үскөнелері һәм мобильный клиника бар. Демек, әр ең шеткі ауылдарға барып, любой диагнозды қоюға мүмкіншілікке ие боламыз. Ішінде операция қылуға да мүмкіншілік болады. Бұл жойбар бойынша жұмыстар кеше жақында Япониядан қанегелер келіп бәрін көріп кетті, жүдә қолайлықтар һәм жаратылған процесста. Қоспа клиника іскерлігін қазіргі күнде Россияда оқып отырғанын айттым. Алда тұрған ережелерге қарасақ, 2027 жылы 27 августта Инхадан директор клиники театры университет клиникасынан олар мен сол айтылған жойбарлардың несін тасдиқлап программасын түземіз. Арнаулы проект бойынша 2023 жылы профессор Новак театрды онам айтып өттім. Октябрь айында Санкт-Петербург педиатрия университетінен бір топар қанегелер келіп, ондауында операциялар істейді. Міне бүгін күнде айтып өткенде осындай үлкен жұмыстар алып барылып жатырды. Мен қазір осындай ажайып мүмкіншіліктер жаратылған үшін міне көптеген ата-аналардан, сол балалардан құрметті президентімізге, жоғары кеңеске һәммеңізге үлкен рахмет айтпақшымын. Һәм осындай жұмыстарды алып баруға біздер һәммеғалық таярмыз. Бұл тек қана емлеу емес, оқу процесі, ілім зерттеу жұмыстары, инновацион ұсыныстар, қарым-қатынасты асыру, һәмме тәліптеме жұмыстарға үлкен платформа болады. Рахмет көп-көп. Ілтихатларыңыз үшін. Сұраулар болса жауап беруге таярмын. Рахмет, Оралайыны. Енді дұрыс, бұл жүдән бір жақсы бір аналогы жоқ практиканың бұл жерде өзіңіздің минетіңіз көп. Енді әуелен бар бірақ құрметті президентіміздің басламасы менен сонша жұмыстар қылынған. Енді бір сізден бір айрықша бір нәрсені сұраған болар едік. Бұл клиниканың демек елем толық форматта жұмыс істеуін тәмінлеп, сол халқымызға бұны елем жеткеруіміз керек. Көпшіліктің елі хабары жоқ бұл клиникадан. Яғни толық форматта істеуін тәмінлеуіміз керек. Рахмет, отырмын. Құрметті депутаттар, бұл мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Демек қарар жобары сіздерге тарқатып берілген. Қарар жобары бойынша мұнасабат білдіруін сұраймын.
Енді